Қайырлы күн, құрметті оқушым. Біз морфология бойынша түбірді табуды білдік. Түбірдің сөз табына қатысты екенін де, түбірді доғалмен белгілейтініміз де білдік. Енді, құрметті оқушылар, жалғауларға көшеміз. Жалғаулардың 4 түрі бар. Көптік, тәуелдік, жіктік, септік. Білеміз, жалғауларды біз 4 бұрышты қылып белгілейтінімізді. Дәл мынандай қылып. Ал енді көптік жалғауға келсек, көптік жалғаулардың ішінде ең оңайы лар-лер, дар-дер, тар-тер, бар болғаны 6. Бұны біз үндестік заңына байланысты жалғаймыз. Егер де түбірі жуан болса жуан жалғау, жіңішке болса жіңішке. Мысалы, лар балалар, лер перделер, дар қыздар, дер пілдер, тар кітаптар, тер тікенектер. Сіздер астындағы комментарийге өздеріңіз білетін лар, лер, дар, дер, тар, терге әрқайсына бір-бір мысалдан жазып кетсеңіздер жақсы болар еді. Келесі мысал, көптелмейтін есімдер бар, яғни көптік жалғау қосылмайтын. Лар, лер, дар, дер, тар, тер қосылмайтын. Мысалы, жалқы есімдер. Қазақстандар деп айта алмаймыз біз, Сонымен бірге көз, құлақ, аяқ, қол, онсыз да екеу болғандықтан да көздер, құлақтар деп айтудың қажеті жоқ. Ұн, күріш, су, ауа, шаш, газ, мұнай, тары дегендер көптік ұғымды білдіріп тұрғандықтан, мысалы, біздің үйде ұндар бар, күріштер бар, немесе сенің шаштарың өсіпті деп айтудың қажеті жоқ. Оны санына жете алмайтын болғандықтан да біз оны шаш деп айтамыз. Шаштар деп айтудың қажеті жоқ. Біз көптік ұғымды білдіріп тұр, сондықтан біздер деп айту қажет емес. Халық, жұрт, ел, онсыз да көптік ұғымда жұмсалып тұрғандықтан да оны біз халықтар, жұрттар деудің қажеті жоқ. 5 алма дегеніміз дұрыс, 5 алмалар емес. Енді жіктік жалғауы жекеше және көпше болып бөлінеді. Мысалы, мен оқушымын, сен оқушысың, сіз оқушы, сіз ол оқушы. Көбінесе үшінші жағында бізде жалғау болмайды. Ол оқушы, нолевой окончание дейді. Ол жерде ешқандай жалғау болмайды. Ал мен оқушымын дегенде көріп тұрсыздар, мін, мін, бін, бін, пін, пін. Сен оқушысың дегендегі мен жалғаулардың барлығын қызылмен белгілеп қойдым. Көпшеде біз оқушымыз, сендер оқушысыңдар, сіздер оқушысыздар, олар оқушылар. Бірақ жансыз заттар жіктелмейтінін ескертіп өтемін. Тек адамға қатысты етістік зат есімдер жіктеледі. Мысалы, мен 13-темін деп айтуға болады, мен мұғаліммін деп айтуға болады, немесе мен инженермін деп айтуға болады, немесе мен таланттымын, өнерлімін деп айтуға болады, немесе мен бардым, мен айттым, мен тазаладым деуге болады. Бірақ сен сусың, мен мысалы шкафпын, орындықпын деп айтуға болмайды. Сондықтан да қайталап айтамын, жансыз заттар жіктелмейді. Келесі, тәуелдік жалғау. Өз аты айтып тұрғандай бір нәрсенің екінші нәрсеге тәуелді екен. Олар көпше жекеше болып бөлінбейді, оңаша ортақ болып бөлінеді. Оңашада үш жағы бар, менің, сенің, оның, сіздің дегеніміз сыпайы түрі. Менің дәптерім, мен әдейі жалғауларды қызылмен белгілеп қойдым, құрметті оқушылар. Менің дәптерім, сенің дәптерің, сіздің дәптеріңіз, оның дәптері. Біздің дәптеріміз, сендердің дәптерлерің, сіздердің дәптерлеріңіз, олардың дәптерлері. Басқа сөздерді де осылай тәуелді беруімізге болады. Келесі, септік жалғаулар саны 7, атау септік, ілік септік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Атау септіктің сұрағы кім не, мысалы алатын болса қызметкер, онда ешқандай жалғау болмайды атау септігінде. Ілік септіктікі кімнің, ненің. Құрметті оқушылар, ілік деп отырғанымыз ілу, ілгіш. Бір нәрсенің екінші нәрсеге ілініп тұру. Мысалы, қызметкердің. Үшінші, барыс, кімге, неге, қайда, направление, мысалы, қызметкерге қайда. Табыс септігі табу бір нәрсені, кімді, нені, қызметкерді. Жатыс септігі орын, мекенді білдіреді. Кімде, неде, қызметкерде. Шығыс септігі исходный, бір жақтан шығу, қызметкерден. Көмектес септігі кіммен, немен, бұның жуан варианты болмайды, қызметкермен. Ман, бан, пан деген жуан варианты жоқ, сондықтан бұның тек қана мен, бен, пен деген жіңішке ғана варианттары бар. Осымен, құрметті оқушылар, жалғаулар аяқталды. Мен ойлаймын, сіздерге ұнады және тез жаттап аласыздар деп. Сөйлемде кездескенде жалғауларды бірден тауып аласыздар деп ойлаймын. Өйткені сөйлемдерде тек қана 4 жалғау ғана болады. Жаңағы көптік, тәуелдік, жіктік, септік. Одан басқаларының барлығы жұрнақ.